Шаһардағы алдыңғы қатарлы оқу орындардың бірі Иван Панфилов атындағы нөмір 5 мектеп лицейінде биыл 93 түлек мектеп бітіруде. Ертең мектеп бітіруші түлектер үшін ерекше күн. Бүгін олар естен кетпес мектептегі соңғы күндерін өткізуде. Биыл 93 түлек мектеп қабырғасымен қоштасып, өмірлерінің жаңа тарауын ашпақ. Ертеңгі күн олар үшін ерекше күн, соңғы қоңырау соғылады. Бүгін олар мұғалімнің әр сөзіне мейірлене құлақ түріп, парталарына соңғы рет отырды. 40 жылдан астам ұстазы қызмет еткен Алтын Ізбасқызы қаладағы бірнеше мектепті басқарған. Бүгінде дарынды ұстаз әрі жетекші өзін сүйіктісі балаларға орыс тілінің қыр-сырын үйретуден қайта оралды. Ол оқушылармен қоштасып қана қоймай, жылы сөздерін арнап сүйіспеншілігін сездіре білді. 11 классы заканчивают, прощаются со школой. Бүгін мектеп бітіруші түлектердің соңғы күні. Олар алдағы уақытта маңызды ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Маңызды емтиханнан жоғары балл жинаған оқушылар мемлекеттік грантқа қол жеткізеді. Алтын ұя мектеппен қоштасып, жарқын болашаққа қадам басады. Мен олардың алдағы өмірлеріне тек сәттілік тілеймін. Мен негізі алтын белгіге үміткермін. Құдай қаласа болашақта кардиохирург болғым келеді. Соған дайындалып жатырмын. Мектеп арман қуып тұлға қалыптасқан жер. Бүгінде түлектерде алтын ұямен қоштаспақ. Аружан Серікбай, Олжас Дәуір, Руслан Жүсіпбеков, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.